Қайырлы күн. Соңғы күндері бұқаралық ақпарат құралдарында мобильдік аударымдарға салық салына деген жаңалық шыққалы бері азаматтардан маза кетті. Бүгін мен сіздерді осы жаңалық төңірегінде барлық ақпараттарды ашып бермекшімін. Барлығын бірақ рет-ретімен бастаймыз. Бірінші, ешқандай жаңа салық түрі қосылған жоқ. Ешқандай жаңа салық режимі өмірге келген жоқ. Барлығы бұрынғы сол салықтар, бұрынғы салық режимдары. Бұл бір. Екінші жағдай. Кәсіпкерлер ақшаны Каспий Голдқа қабылдайды. Ол ешкімге жасырын емес. Бірақ сол Каспий Голдына кәсіптік мақсатта қабылдаған ақшасына чек ұрмайды. Бұл деген сөз кәсіпкерлер табысын жасырып отыр деген сөз. Яғни мемлекеттің қазіргі соңғы жаңағы уақытта аударымдармен қоса төлемдер деген кнопка пайда болады мобильді қосымшада. Сіздің сатып алушыңыз сізге ақша жіберген кезде аударым емес, төлем ретінде жібереді деп отырғаны осы. Яғни сіздің сатып алушыларыңыз өзі мемлекеттің алдында әшкерелейтін болады. Яғни сізге біреуге товар саттыңыз, қызмет көрсеттіңіз, сол үшін ақшаны маған Каспийге жібере сал дейсіз. Сол кезде ол тұрады да, нөміріңізді тереді да, перевод емес, платеж дегенді баса салады, болды, сонымен сіз мемлекеттің алдында кәсіпкер боласыз. Яғни бұл деген сөз не? Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген болатын болсаңыз, барлық тапқан табысыңызды жариялау керексіз. Яғни декларацияда көрсету керексіз. Оны қалай істейсіз? Каспий Голдқа түскен ақшаны, болмаса басқа да жеке өзіңіздің Народный банкпа түскен ақшаның барлығына чек ұрып отыру керек боласыз. Сол кезде сіз кәсіпкерлігіңізді ресми, жалтармай, дұрыс істеп отырған кәсіпкерлердің қатарынан боласыз. Егер де сіз Каспий Голдыңызға, басқа да карточкаларыңызға ақша қабылдап, бірақ оны жарияламайтын болсаңыз, декларацияда, оборотта көрсетпейтін болатын болсаңыз, онда сіз табысын жасырып отырған кәсіпкерлердің қатарынан боласыз. Бұл жағдайда мемлекет сізді түбінде бәрібір әшкерелейді, тауып алып, одан кейін жаңағы дер кезінде көрсетпеген салығыңызды сіз үшін өздері есептеп, салықты есептеп, пенясын есептеп, сол кезде сізге төлетеді. Бұл жерде ең өкініштісі не білесіз бе? Мемлекет бізді 3 жылға салықтан босатқан уақытта сіздер сол бәз-баяғы табысыңызды жасырып, салық төлемеймін деп қашып жүресіз. Одан кейін бұл кезең аяқталады. 22 жылдың аяғында бітеді ғой. Одан кейін салық төлейтін уақыт келген кезде салық органдары сол кезде сізді шақырады. Сол кезде осы 20 жылдан бастап барлық түскен түсімдерді әшкерелеп шығарады. Содан кейін сол әшкерелеген жылы бұл табыс сол жылы алынды деп, сол кезде сізге салықты есептеп, сол кезде салық төлетеді. Егер де сіз бұл сол табысты салықтан босаған уақытта декларацияңызда көрсетсеңіз, еш нәрсе жоқ еді. Яғни сіз салық төлемейтін мүмкіншілік бар еді. Бірақ сіз өзіңіз ол мүмкіншілікті пайдаланбадыңыз, күтіп жүрдіңіз. Қашан бұл салық төлемейтін кезең аяқталады, қашан менің салық органдарындағы адамдар өзі ұстап, маған көзіме шұқып көрсетіп, мына сен табысты декларацияда көрсетпегенсің. Енді сол үшін сен қазір көрсетесің декларацияда, яғни сол кезде. Енді ол кезде сіз уже жаңағы табысыңыздан салық төлейтін кезең туады. Өкінішті ма? Өкінішті. Енді келесі жағдай. Сіз кәсіпкер емессіз. Жеке кәсіпкер демессіз, жауапкершілік шектеулі серіктестікті ашпағансыз. Бірақ кәсіппен айналысып жүрсіз, Каспий Голдыңызға, болмаса басқа да карточкаңызға ақша қабылдап жүрсіз. Бұл кезде қандай жағдай болады? Бұл кезде сіз кәсіппен заңсыз айналысқан боласыз. Яғни, маған көптеген адам айтады, қалай маған дәлелдейді мемлекет? Бұл кәсіпкерлік екендігін маған бірінші дәлелдесін дейді. Мен сіздерге айтатыным, мемлекет ешқашан ешкімге еш нәрсені дәлелдемейді. Керісінше сіз мемлекетке дәлелдеу керек боласыз. Яғни мемлекет сіздің шотыңызға әртүрлі адамдардың ақша түскенін жаңа шығарып алғаннан кейін сізге ақпарат жібереді, SMS арқылы келеді 1414-тен. Содан кейін сіздің шотыңызды бұғаттап тастайды. Сізді шотыңызды ашу үшін банкке барасыз, банк тұрып салық органдарынан меңзейді. Содан кейін сіз салық органдарына барасыз, салық органдарына барған кезде айтады сізге, маған мына кезең аралығындағы Каспий Голдыңыздан барлық қандай банкте шоттарыңыз бар, барлық шоттарыңыздан маған выписка алып беріңіз дейді. Өзіңіз шотыңызды ашу үшін әлгі выпискаларды өзіңіз алып барасыз. Одан кейін олар ерінбейді, отырады да барлығын бір парақтап, ашып, мынау күн деп нетеді. Егер де әлгі ақша түскен, кімнен ақша түсті? Олар сіздің туысқандарыңыз, дос-жарандарыңыз, яғни кәсіпкерлік мақсатта емес түскен ақша болатын болса, коллегаларыңыз болатын болса, ол ешқандай табысқа есептелінбейді. Ал егер де ол азаматтар ешқандай сіздің айналаңыздағы азаматтар емес,
басқа бір азаматтардан түскен болатын болса, онда бұл кәсіпкерлік мақсаттағы түскен ақша болып есептелінеді. Сол кезде сіз біріншіден не болады? Сіз біріншіден кәсіпкерлікпен заңсыз айналысқан боласыз, яғни ешқандай кәсіпкерлікті тіркемей. Екіншіден сіз тапқан табысыңыздан мемлекетке салық төлемеген боласыз. Енді мына жерде екінші өкінішті жағдай. Сіз жеке азамат ретінде шотыңызға ақшаны қабылдап жүрдіңіз да, сол уақытта сізді ашкерлеген уақытта салық органдарына бардыңыз. Сол кезде олар тұрады да, енді сіз жеке азаматсыз ғой, сізде кәсіпкерлік жоқ. Жеке азаматтың жеке табыс салығы 10%. Яғни сіздің барлық тапқан табысыңыздан мемлекетке 10% салық төлеу керексіз дейді. Сол кезде сіз тұрып ойлайсыз, сол кезде маған жеке кәсіпкерлікті тіркеу керек еді. Және сол кезде декларацияда көрсетіп, мен бәрібір салық төлемейтін едім ғой. Сөйтіп шығу керек еді мына жағдайдан деп. Яғни өзіңіздің уақытыңызды өзіңіз алып жүрсіз қазір. Енді үшінші сұрақ. Мемлекет, яғни бүкіл адамдарда Каспий Голд бар, салық органдары оның барлығын қалай тексереді деген сұрақ туындайды сіздің көкейіңізде. 8,5 миллионға жуық азаматта қазір Каспий Голд карточкасы бар екен. Болмаса сол сияқты басқа да банктердің карточкасы. Оны адамдар тексермейді. Мемлекеттік кірістер органдары ұлттық банкке және екінші деңгейлі банктердің барлығына тапсырма береді. Яғни олар өздерінің бағдарламаларында бір критерий енгізеді. Егерде азаматтың шотына күніне, мысал ретінде айтамын, күніне 20-30 түрлі жан-жақтан ақша түсетін болатын болса, бірінші критерий мысалы, онда мына азамат кәсіпкерлікпен айналысуы мүмкін. Және бұл жүйелі түрде болатын болса, бірінші күн түсті, екінші күн түсті. Яғни олар өздері, мен о жағын білмеймін, ол мемлекеттің өзінің ішкі құпиясы. Бірақ 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, ол банктер сізді мемлекеттік кірістер органдарына көрсетеді. Мына кісінің шотына үнемі жан-жақтан ақша түсіп отырады. Ол ақша мүмкін 100 теңге, 500 теңге, 1000 теңге, мәселе сумасында емес, мәселе әртүрлі адамнан түседі ақша. Және бұл азаматтар мына адаммен ешқандай тікелей қарым-қатынасы жоқ. Яғни мемлекетте сіздің кіммен қарым-қатынасыңыз бар, жоқ екенін айқындайтын өзінің құралдары бар. Банктерде ондай құрал бар. Яғни олар сөйтіп процентпен шығарады да, әлгі 8,5 миллион халықтың ішінен кәсіппен айналысатын азғантай адамдарды бетіп сүзіп алып шығады. Одан кейін оның ар жағында ары қарай уже сіздермен мемлекеттік кіріс органдары жұмыс істей бастайды. Енді не істемек керек деген сұрақ келеді, туындайды. Енді мен сіздерге айтатын ақылым, бізде әлі міне 22 жыл алда тұр. 22 жылдан бастап бірінші Каспий Голдтарыңызға кәсіпкерлік мақсатта ақша қабылдамаңыздар. Бұл бір. Екінші, осы 20 жылдан бастап Каспий Голдқа түскен ақшаларыңызды ақырындап кассалық аппарат арқылы чек ұрып барлығын түгел чек арқылы ұрыңыз. Бірақ бұл жерде бір нәрсеге өте қатты мән беріңіз. Яғни бізде лимит бар, упрощенканың лимиті бар және НДС-тің лимиті бар. Сол екі лимиттен асып кетпесеңіздер болды. Сөйтіп, сол арқылы сіз өзіңіздің Каспий Голдқа осы уақытқа дейін түскен ақшалардың барлығын түгел ресмилендіресіз. Кейін сізді салық органдарынан шақырып, жаңағы выписканы көрсеткен кезде сіздің де жауабыңыз болады. Мен ақшаны қабылдадым, бірақ мен бұл ақшаны дер кезінде болмаса да артынан барлығын мен кассалық аппарат арқылы ұрып, одан кейін декларация жеке кәсіпкер ретінде көрсеттім дейсіз. Ал егерде сізде жеке кәсіпкерлігіңіз жоқ, жеке азаматтар болатын болсаңыздар, онда жеке кәсіпкерлікті тіркеп, жаңағы суммаларды жаңағы мен айтқан сияқты ұрып, одан кейін барып жеке кәсіпкерліктеріңізді қайта жауып тастасаңыздар болады. Яғни Каспий Голд, басқа да банктік аударымдарға байланысты менің сіздерге айтайын дегенім осы.